Бес жағдайда адамдар НЛ-ға тіркеледі екен. Оның біреуі денсаулық, екіншісі ақша, үшіншісі орта, төртіншісі саяхат және бесіншісі пенсия. Қазір мен қыздардан сұрақ жауап жүргіземін, менімен бірге болыңыздар. Мен НЛ-ға денсаулыққа бола тіркелдім. Себебі осыдан 2 жыл бұрын мен жолдасым грыжамен ауырып, аяғынан баса алмай, жүре алмай қалды. Сол кезде қай компанияның витаминдері, минералдары жақсы деп интернеттен іздеп қараған кезде осы НЛ шықты алдымнан. Содан 2 ай жолдасыма өнімдерді алып, результатын көріп, аяғынан жүргеннен кейін денсаулықты реттеп жүріп ақша табуға болатын, табысты болуға болатын көзім жеткеннен кейін қазір осы НЛ компаниясында 1 жыл көлемі болды, жұмыс жасап жатырмын. Мен НЛ-ге тіркелудегі себебім денсаулық үшін тіркелдім. Денсаулығымды түзету үшін оның омега-3, D3, биодрон деген секілді өнімдеріне бола келгем. Бірақ та ары қарата жалғасты жұмыс істеп кеткендігім үшін, табыстарым жету үшін ары қарата жалғастырып кеттім. Мен НЛ-ға денсаулыққа келген болатын. Негізі өнімдерін ішіп көрейін деп бастадым. Өнімнен жақсы результат көрдім. Алғашқы айдан бастап табыс, ақша түсті. Содан кейін менде қызығушылық болды. Ары қарай көрейінші деген, бастап жасап көрейін деген ниет болды. Солай бастадық. Келесі айда да уже үлкен табысқа шыға бастадым. Квалификация қорғай бастадым. Қазір үлкен команда бар. Ай сайын стабильный зарплата 200 мың.